Салам қыздар, қалайсыздар? Бүгін біз өте нәзік, жұмсақ кекс пісіреміз. Бұл кексті пісіру үшін алдымен сары майымыз бен қантымызды әбден біркелкі етіп араластырып аламыз. Кекс пісірудегі главный фишкамыз бұл бірінші қант пен майды біркелкі етіп араластырып алу. Көп жерде жұмыртқа мен қант тұрып жатады. Бізде бірінші қант пен майды араластырамыз. Бұл жерде кекстің рецептісін 2 есе жасап жатырмыз. Біз астына рецепті толық жазып кетемін. Жұмыртқаларды жеке-жеке салып, әбден біркелкі етіп араластырамыз. Балаларыңызға да, қонаққа да жасауға болады. Бұл жерде кекс бір жағынан капкейк деп аталады аты. Араластырып болғасын, сүтіміз бөлме температурасында тұрған сүтімізді қосып, үстіне ұнымыз бен разрыхителді біз ситадан өткізіп дайындап қойғанбыз, уже бөліп саламыз. Әбден дайын болған тестімізді формамызды дайындап, печкамызды оған дейін қыздыртып қоямыз. Бұл жерде граммен емес, формаға көз мөлшермен сала бересіздер. Мынау формаға толтырмайсыздар. Өйткені толып кетсе, піскеннен кейін ол көтеріледі, сыртына ағып кетеді. Печкаға 180 градусқа 30-35 минутта пісіріп алсаңыздар болады. Піскеннен кейін кекстарымызды салқындатып алып, бетіне крем жақсаңыздар болады, шоколадпен узор жасасаңыздар да болады. Мен өзім заказға жасағасын бетіне крем жағып жатырмын. Креміміз кәдімгі крем-чиз, творожный сыр, сливки, қантпен. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бетіне оформлениесін жасап, осындай дәмді